сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Плеерстан басшысы Оралға барып 12 жастағы қыздан кешірім сұрады. Орал қаласына ұшып барған Плеерстан әуе компаниясының басшысы Ричард Леджер 12 жастағы қыздың анасы Жазира Мусинамен кездесіп, отбасыдан кешірім сұрады. Сонымен қатар Леджер Жазира Мусинаның бүкіл отбасына Плеерстан компаниясымен 2024 жылдың соңына дейін тегін ұшу құқығын беретін сертификаттар тарту еткен. Еске салсақ, бұл келеңсіз оқиға 20 шілде күні болған. Топтағы 12 жасар егіз қыздар сенімді адаммен ақштан қайтып келе жатқан. Олар Астана арқылы Оралға ұшуы тиіс болған, алайда белгісіз себептермен рейске бір қыз ғана тіркеліп, Сыңары әуежайда жалғыз қалып қойған. Компания өкілдері ұшақта орынның жоқтығын сылтау етіп, екінші қызды келесі рейспен Оралға салып жіберетіндеріне сендірген. Алайда ол ертесі күні ғана Оралға ұшып кетті. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.